Аскөк биологиялық белсенді және минералды заттардың көзі. Оның жапырақтары мен бұтағы ақуыздар, майлар, көмірсулар, дәрумендерге, макро және микро элементтерге бай. Аскөк денсаулыққа пайдасымен қатар артық салмақтан арылуға көмектеседі. Сымбатты дене бітіміне жетудегі қарапайым құралдың бірі аскөк шайы. Барлықтарыңызға сәлем достар. Сіздермен бірге дертке шипа арнасы. Бүгінгі видеода біз аскөк, яғни укроп тұқымының адам ағзасына тигізер пайдасы жайлы айтатын боламыз. Егер видеомыз қызықты болса, ең алдымен біздің еңбегімізді бағалап, каналға тіркеліп, осы видеоға лайк баса кетулеріңізді сұраймыз. Олай болса, кеттік. Аскөкті күнделікті тамақта дәмдеуіш ретінде қолданып жүрген боларсыз. Бірақ аскөктің адам ағзасына тигізер мол пайдасын біріңіз білсеңіздер, біріңіз білмейтін шығарсыздар. Аскөк шайын дайындау өте жеңіл. Жуылған аскөк будасын алып, ұсақтап турау керек. Бұл мөлшерден 3 ас қасық аскөкті ыдысқа салып, оған жарты литр қайнаған су құйып, бұл ыдысты отқа қойып, қайнаған соң 5 минут жай отта ұстаңыз. Дайын сусын суыған соң сүзіп алыңыз. Аскөк шайын күніне жарты ыдыстан күніне 3 рет тамақтанудан алдын ішу керек. Аскөкті ақ желкенмен бірге қолдануға болады. Ол үшін кептірілген 1 ас қасық аскөк пен 1 ас қасық ақ желкен керек. Оны шайнекке салып, қайнаған су құйыңыз. Шайды 15 минутқа қалдырыңыз. Уақыт өткен соң қарапайым шайдың орнына осы қолданылған шайды ішіп жүріңіз. Алайда күніне 1,5 литрден артық ішуге болмайды. Себебі оның қатты несеп айдағыш әсері бар. Арықтауға аскөк тұқымын қалай қолданамыз? 1 ас қасық аскөк тұқымына 250 мг қайнаған су құйып, бетін 60 минутқа жауып қойыңыз. Дайын сусынды сүзіп, күніне 3 мезгіл тамақтанудан алдын 100 мг-нан ішу керек. Егерде артериялық қысымыңыз төмен болса, бұл сусынды абайлап ішкеніңіз жөн. Аскөк тұқымы қызылмия, яғни салатка өсімдігімен бірге артық салмақтан арылуға көмектеседі. Бұл 2 ингредиентті кептірілген түрін ұсақтап турау керек. Ол 1-ге 4 пропорциясында болуы қажет. Оны ыдысқа салып, оның үстіне 500 мг су құйыңыз. Сұйықтық қайнаған соң жай отта 20 минут ұстаңыз. Қайнатпаны сүзілген және жылы күйінде 3-4 рет тамақтанудан соң жарты стақаннан ішу қажет. Бұл сусын қарныңыз тоқ секілді сезім тудырады. Айран ішек ауруында және де иммундық жүйенің жұмысында пайдаланылады. Оның құрамында бифидо және де лактобактериялар өте көп. Айран арықтауға көмектесетін керемет өнім. Оның пайдалылық қасиеті аскөкпен бірге еселене түседі. Арықтайтын сусынға майлылық үлесі аз айранды таңдаңыз. Сусынды дайындау үшін аскөктің аз мөлшерін ұсақтап айранға қосыңыз. Бұл сусынды қиярға да қосуға болады. Ол кезде 3 ингредиентті блендермен араластырыңыз. Бұл сусынды жеңіл тамақ жеген күндері қолданған дұрыс. Егерде айран ішкенді ұнатпасаңыз, аскөк дәнін сүзбемен бірге жеуге болады. Сүзбе адам ағзасына қажетті ақуыздың көзі. Мұндай тағамды кешке таман жеңіз. Қарныңызды тоқ етіп ұстағандықтан ұйықтар алдында тамақ жегіңіз келмейді. Оны дайындау үшін таза аскөкті ұсақтап, турап, сүзбеге қосасыз. Қосымша ретінде оған көкжуа мен ақ желкенді де қосуға болады. Аскөктің
ұнтақталған дәнінен 1 шай қасық 1 стақан қайнаған суға салып, жабық ыдыста 1 сағат бұқтырады. Іш жүрмей қатып қалған кезде осыдан әр жолы 2 ас қасықтан күніне 3-4 рет ішеді. Аталған ауруға арпа және аскөк тұқымынан алып, ұнтақталған оған алоэның кептірілген қабығынан қосып, соның 1 қасығын 1 стақан қайнап тұрған суға салып 0,5 сағат, яғни жарты сағат жабық ыдыста бұқтырады. Осыны 1 ас қасықтан тамақ жеуден бұрын күніне 3 рет ішетін болсаңыз, бүйректің жұмысын жақсартуға көмектеседі. Зәр жүрмей бөгеліп қалса, ұнтақталған аскөк тұқымынан 2 ас қасық, ырғақ тамырынан ұнтақталған 1 ас қасық жантақтың шөбінен аласыз да 500 грамм суда қайнап тұрған суға салып, жабық ыдыста жарты сағат ұстайсыз. Дәрі дайын. Осындай жарты стақан ас алдында күніне 3 реттен ішесіз. Бұл емдеу барысы 15 күн. Адамның ұйқысы қашып, көңіл күйі бұзылғанда 1 стақан аскөк тұқымын ұнтақтап, оған 2 ас қасық ұнтақталған шүйгін шөп тамырын қосады да жарты литр таза кагор шарабына салып 20 минут ақырын суда қайнатады. Оны 2 сағат бұқтырып қойып, жатар алдында 50 граммнан ішіп отырыңыз. Бұлай бір емделу барысы 7 күнге созылу керек. Өтпен бүйректе тас пайда болған кезде 2 ас қасық аскөк тұқымы жапырақтарын ұнтақтап 500 грамм қайнап тұрған суға құйып және жылы отта 20-30 минут ұстаңыз. Осыны бұқтырып, салқындаған соң жылыдай ас алдында 3-4-ке бөліп ішіңіз. Бір емделу барысы 10 күн. Зәр жолының ауруына зәр бүгіліп, несебағар ашып тұрған кезде 1 ас қасық аскөк тұқымын 1 стақан қайнап тұрған суға 20-30 минут жабық ыдыста бұқтырып, күніне 6 немесе 7 рет ішеді. Аскөк дәні қатерлі ісікке де ем бола алады. Ол созылмалы ауруларда, оның ішінде кейбір ісіктерде қорғауға көмектеседі. Бұл өсімдік бала емізетін әйелдерге де пайдалы. Оның галактогенді қасиеті бар, яғни сүт бөлуін арттыруда көмектеседі. Зерттеулер бойынша емізетін әйелдер күніне 3 рет 4,5 грамм қабылдаған. 4 аптадан соң сүт бөліну жиілегені анықталған. Ем болсын. Құрметті достар, бұл видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Егер видео ұнаған болса, арнаға тіркеліп, лайк басып кетулеріңізді сұраймыз. Сау, саламатта болыңыздар.